Арма, тарихы терең қазалы елі. Біз жаңалықтар легін бастаймыз. Эфир тізгінінде мен Зарина Оңалқызы. Қарт майдангерлерге құрмет, ұрпақ парызы. Жеңістің 79 жылдығына орай облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев соғыс ардагері Яхия Тасыровты арнайы құттықтады. Ұлы жеңіске қол жеткізіп, бейбіт күн сыйлағаны үшін алғыс айтып, құрмет көрсетті. Яхия Тасыров 1942 жылы майданға аттанған, 22 жасында сапқа тұрған жас сарбаз Сталинградты, Курскіні, Польшаны жаудан қорғаған. 1944 жылы Данцте ауыр жарақат алып Германияға кірген. Соғыс аяқталғаннан кейін туған жерде қызмет атқарған. Қызыл жұлдыз Ұлы Отан соғысы 1-2 дәрежелі орденімен ерлігі үшін, Германияны жеңген үшін және ұлы жеңістің 40, 50, 60 жылдығы медальдарымен марапатталған. Ұзақ ғұмыр берсін деп жатыр. Келесі 80 жылдықты бірге тойлайық деп жатыр, қарсалайық деп жатыр. Aman bolыңдар, дендерің сау болсын, заман мұнан артық заман жоқ, заман жақсы. Неге? Тірлік ету керек, тірлік болу керек. Құдай соғысы құрсын, соғыс болмасын, аспанымыз ашық. Аспандарың ашық болсын, бейбітшілік заман болсын шырақтарым. Жеңістің 79 жылдық мерейтойына орай өңірде көптеген іс-шара ұйымдастыру жоспарда. Аймақта 4 майдангер мен оларға теңестірілген 4000-ға жуық ардагер бар. Мереке қарсаңында соғыс ардагерлеріне 2,5 миллион теңге көлемінде бір жолға әлеуметтік көмек көрсетілмек. Рахат Рахымжанов, Ерғанат Асаутаев, Шәкәрім Жұмағұл, Серіктів арнасы. 9 мамыр жеңіс күні 1941 жылы фашистік Германия бастаған екінші дүниежүзілік соғыс Ұлы Отан соғысына ұласты. 5 жылға созылған Ұлы Отан соғысы Кеңестер одағының жеңісімен аяқталды. Биыл жеңіс күніне 79 жыл. Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне құрмет, ұрпақ парызы. Жеңістің 75 жылдық мерейтойымен аудан әкімі Мейрамбек Шермағанбет жергілікті тұрғындарды құттықтады. Батырлар ескерткішіне гүл шоқтарын қойып, соғыс ардагерлеріне құрмет көрсетті. Дүние елдерін дүр сілкіндірген сұрапыл соғыста қазалы батырлары майданның алдыңғы шебінде болған. Батыр аталарын ұлықтау үшін жеңіс саябағына жиылған жергілікті жұртшылықты алдымен Мейрамбек Шермағанбет жеңіс күнімен құттықтады. Еліміздің өркендеуі мен гүлденуде осы мерекенің жемісі. Ерліктері еліміздің тарихи шежіресіндегі мәңгі орын алған. Елге мұра, ұрпаққа ұран болған батыр бабалар аманатына адал болайық. Қымбатты ардагерлер, қазіргі дамыған елімізге қарап, сіздердің ерен ерліктеріңіздің еш кетпегендігіне көзіміз жетеді. Бүгінгі ұрпақ сіздердің жасаған ерліктеріңіздің ұлылығын әрқашан қастерлеп жадында сақтайды. Сіздер қазіргі ұрпақ үшін де, келер ұрпақ үшін де мәңгі бақи жеңімпаздар болып қала бересіздер. Ұлы жеңіс күні, отан қорғаушылар күні тағы да құтты болсын ағайын. Жалпы өңірден 10.770 азамат майданға аттанған. Олардан тек 6.229 жауынгер елге оралыпты. Жыл сайын майдангерлер саны да азайып, бүгінде бір ардагер ғана арамызда жүр. Қазалылықтар батыр бабалар ерлігін еске алып, ескерткіш басына гүл шоқтарын қойды. Мың 418 күнге жалғасқан соғыстың ақырғы нүктесі 1945 жылдың 9 мамырында қойылды. Сұрапыл соғысқа Қазақстаннан 1.200.000 жауынгер ұрысқа аттанған екен. Барлығы дерлік майданның алғы шебінде ерлік көрсетті. Алайда аттанғандардың тең жартысы соғыстан елге қайтып оралмады. Мен де Ұлы Отан соғысының ардагерінің перзентімін. Менің әкем 3 ағайынды, соның бірінші Абжан деген үлкені ошарсыз кеткен, соғыстан қайтпады. Екеуі қайтып келіп, мінеке соның арқасында біз жарық көріп, өмір сүріп, елге қызмет жасадық. Мынау бүгінгі келіп отырған, осы тағзым етіп отырған мынадай естелік әр ауданда жоқ. Мен ондайды көрген жоқпын. Сол үшін осыны жасаған, көрікті де адамға ой салатын осындай мемориал салған адамдарға, салысқан адамдарға, осы ел
осындай қылып сақтап атқан адамдарға бәріне де рахметімді айтамын. Бабалар ескерткішіне тағзым етуге келгендерде бірін-бірі жеңіс күнімен құттықтап, бейбіт күн ашық аспан астындағы елдің тыныштығы ұзағынан болғай деп тілектерін білдірді. 9 мамыр жеңіс күнімен бүкіл Қазалы ауданының халқын шын жүректен құттықтаймын. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Осы күнді бізге сыйлаған ата-бабаларымызға тағзым етіп жатырмыз. Осы бейбіт күніміз ұзағынан болсын. Ұлы жеңіс күні құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, әрқашанда бейбіт заман болсын. Ұлы Отан соғысында жасаған ерлігі үшін қазақстандық 500-ге жуық жауынгер Кеңес одағының батыры атанды. Сонымен қатар 124 майдангер даңқ орденінің иегері болды. Мұнан бөлек Кеңес одағының орден медальдарымен марапатталған қазақстандықтар саны 100 мыңға жуықтайды. Рахат Рахымжанов, Ерғанат Асаутаев, Шәкәрім Жұмағұл, Серік ТВ арнасы. Сыр өңіріне арнайы жұмыс сапарымен келген Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова көп бейінді облыстық ауруханасында аймақ дәрігерлерімен кездесті. Кездесуге облыс әкімінің бірінші орынбасары Данияр Жаналинов, облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Олжас Ысқақов және барша медицина қызметкерлері қатысты. Шара барысында бас дәрігер халыққа медициналық көмектің сапасы мен қолжетімділігін жақсарту мақсатында министрлік халықтың ұсыныс пікірлеріне талдау жүргізіп, ұдайы жұмыс жасап келе жатқандығын жеткізді. Мәселен, қолданыстағы анықтамалардың 27 түрін 2 қысқарту бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр. Пациенттерге ыңғайлы болу үшін жоспарлы емдеуге жатқызуға арналған талдаулардың тізбесі жалпы жиынтықта 42 зерттеуге қысқартылады және олардың қолданылу мерзімі 6 айға дейін ұлғайтылады. Тегін амбулаториялық дәрі-дәрмектердің тізімдері және олардың алдын алу тетіктері қайта қаралуда. Денсаулық сақтау министрлігі еліміздің 7 өңірінде Астана, Алматы, Шымкент, Қызылорда, Ақтөбе, Түркістан және Қарағанды облыстары, оның ішінде Қызылорда облысында жүкті әйелдерге пренаталдық, диагностикалық, инновациялық әдістерін жүргізуге және патологиясы бар баланың туу қаупін уақытылы анықтауға мүмкіндік беретін бір күндік клиника пилоттық жобасын іске асыруда. Азаматтарымызды медициналық сақтандыру жүйесіне тарту. Бұған байланысты, енді өздеріңіз білесіздер, цифрлық карта шықты. Цифрлық картада әр осы Қазақстандағы отбасының жағдайын бүгінгі күні толыққанды көріп отыруға болады. Қандай қосымша әлеуметтік төлемдер алып отыр, отбасынаға кіріп отырған кірістің жан басына шаққандағы көлемі қандай, сондай мәселелерді. Осыған байланысты бүгін 5 категорияға бөлінеді. Бүкіл Қазақстандағы 6 миллионнан астам семья отбасы. Соның ішінде ең ДЕ, АБЦДЕ деп бөлінеді. Соның ДЕ категориясында 900 мыңға жуық халық бар. Бұл жерде енді ең жағдайы шын мәнінде де жұмыс істемейтін, мүлкі жоқ, көлігі жоқ, 80%-ның ешқандай жағдайы жоқ деген, табысы жоқ деген азаматтарды біз жергілікті атқарушы органдардың есебінен негізі осы жүйеге тартамыз. Жарна пұлдарын жергілікті атқарушы органдар төлейді деген бүгінгі күні жоба қазір дайындалып жатыр. Наурыз тұрғын үй бағдарламасына өтінім беру басталды. Отбасы банк ресми парақшасы Баспана маркет жылжымайтын мүлік порталында Наурыз бағдарламасына қатысуға қалай өтінім беру керектігі жөнінде нұсқаулығын жария етті. Баспана алуға өтінімдерді қабылдау 25 сәуірден 30 маусымға дейін жалғасады. Бағдарлама аясында Алматы, Астана, Шымкент және облыс орталықтарында тек бастапқы тұрғын үй сатып алуға болады. 8 жыл ішінде жаңа жеңілдетілген ипотекалық мемлекеттік бағдарламаға 1,7 триллион теңге бөлінбек. Биылғы жылы қоныс тойын 12 мың қазақстандық тойлай алмақ. Жыл сайын Наурыз бағдарламасына 200 миллиард теңге бөлінеді. Осылайша елдің 68 мың азаматын тұрғын үймен қамтамасыз ету жоспарда бар. Енді Наурыз бағдарламасының негізгі шарттары алғашқы жарнасы 20%-дан бастап барлық осы бағдарламаға қатысылады. Негізгі бұл бағдарламаға қатысатын Қазақстан бойынша атында соңғы 5 жыл көлемінде және оның жанұясында үйдің болмауы негізгі шарттарының бірі. Және де тұрғын үй кезегінде тұрған азаматтардың әлеуметтік осал санаттары үшін бұл пайыз 7%-бен есептеледі. Ал басқа Қазақстан Республикасының азаматтарына барлық санат үшін 9%-дан.
жылдық мерзімі 19 жылға дейін. Бағдарлама 8 жылға созылады. Сондықтан бастапқы жарнаға жеткілікті ақша жинай алмаған азаматтар болашақта жеңілдетілген несие алуға мүмкіндігі бар. Қазақстанның барлық азаматы, сондай-ақ 18 жастан 63 жасқа дейінгі қандастар ипотекаға үміткер бола алады. Рахат Рахымжанов, Ерғанат Асаудаев, Шәкәрім Жұмағұл, Серік ТВ арнасы. Қазалыда 7 мамыр отан қорғаушылар күніне орай оқушылар арасында аудандық әскери саптық байқау өтті. Сайысқа аймақтан мектептерінен құрылған 9 команда қатысты. Сюжет тамашалайық. Ел шебінде қырағылықпен қызмет еткен баскерлер, тыныштықты ұрыс құтты бағып жүрген сақшерлер. Сайыс әскери патриоттық жұмыстарды дамытуға бағытталған. Сондай-ақ жас ұрпақты отан сүйгіштікке баулу мақсатында ұйымдастырылған шара дәстүрлі түрде өткізіліп тұрады. 7 мамыр отан қорғаушылар күні болып белгіленіп, қазір біздің қарулы күштердің құрылғанына биыл 32 жыл толып отыр. Осы уақыт ішінде біздің мемлекетіміз барлық жағынан әлемге танылды. Сондықтан біз сол тәуелсіздіктің тұғырын нығайтуға жас ұрпақ міндеттіміз. Әскери саптық байқау 4 кезеңнен тұрады. Сап түзеп жүруден кейін жас сарбаздар автоматта толық емес бөлшектеп, оқ жарақты жарақтап және жалпы әскери қорғаныс жиынтығын кию, жинақтау бойынша сынға түсті. Сайыс кезеңдерінен әрине команданың ұйымшылдығы мен сарбаздардың жылдамдығын байқауға болады. Жарыс қорытындысы бойынша жеңімпаздар бағалы сыйлықтармен марапатталды. Үздіктер іріктеліп, облыстық деңгейде аудан намысын қорғайды. Рахат Рахымжанов, Ерғанат Асаутаев, Шәкәрім Жұмағұл, Серік ТВ арнасы. Түктібаев ауылында соғыс ардагері халық ақыны Әбдіразақ Қаналиевті еске алуға арналған облыстық жастар айтысы өтті. Игі шараға аудандық тілдерді дамыту бөлімі мен ауылдық клубы және ақынның туыстары бірлестіріп ұйымдастырылды. Жас ақындардың сөз барымтасы қалай өтті? Сюжеттен көрейік. Туған жер, аламан топқа осынау, бағымды бүгін салайын, шалқұйрықтай шабайын, көңіліңді де табайын, қалғаны биер, тыңдарман Әбдіразақ Қаналиевті еске алуға арналған айтысқа өңірдің түкпір-түкпірінен келген 12 ақын қатысып көрді. Олардың көбі киелі өнер табалдырығын енді ғана аттап, тұсауы кесілген жас қырандар. Әбдіразақ аталары сияқты болмаса да, ұқсақ баққылары келеді. Қонаққа сөз бастаппаған сені көрдім. Әйленмеймін сен нені ойлап жүрсің. Өздері қонақ болып көрмегесін, қонақ сыйлау керегін қайдан білсін ай. Шараның жалпы мақсаты жас ақындарды ұштау. Бізде осы ең кенже қалып баратқан бізде жанрдың түрі айтыс түрі Қазалдағы. Айтыс мектебі қалыптасып тұр. Мысалы Жаңақорғанды алсақ, Шиеліні алсақ, Қармақшыда бәрінде де қалыптасқан мектеп бар. Біздің осы ақындар жан-жақта жүріп басын қоза алмай жүрміз. Бұл жерде мектеп қалыптаспаса да, бұл жерде сондай дәстүрге айналған Дасқал ақын, жүрде Байділда ақын, жүрде Әбдіразақ ақын, жүрде Байназар ақын деген мықты адамдардың бар осы жерде қасиетті жерден шыққан. Бұл жерде жыршылар мектебі де, күйшілер мектебі де, төкпе ақындар да, айтыс ақындарының бәрі осы жерде болған. Әбдіразақ Қаналиев айтыс аламанына еніп, елдің жадында сақталып қалған санаулы саңлақтардың бірі. От ауызды орақ тілді Әбдіразақтың қазалы жұртшылығы үшін орны ерекше. Шара барысында сөз саптауындай ұлтының саф таза болмысы мен ескіден жеткен есті сөзін санасында тоқып, көкейіне ұялатқан бір туа дарын еді деп еске алды көзін көргендер. Әбдіразақ ағайдың барлық елге істеген қызметін, небір сатира айтқан өлеңдерін барлығы кеудемізде тұр біздің. Біз сол кісілермен бірге ізінен қартайған сол кісілердің қарындастарымыз, қызымыз былайша айтқанда.
Әбдіразақ Қаналиев 1920 жылы Қазалы ауданы Боскөл ауылдық округінде, қазіргі Үрмәш Түктібаев ауылында дүниеге келген. 1942 жылы соғысқа аттанып, Сталинград майданында ауыр жарақат алып, елге оралған. Кейін зейнет жасына дейін шаруашылықта әртүрлі жұмыс атқарған. Башкириядан хат, жараланған солдаттың хаты, қайта табылған хат өлеңдері көптеген баспасөз беттерінде жарияланған. Ұлағат өрген көмейінде көсемсөз күмбірлетіп шығаратын мықты азаматтар шығады деп сенемін. Сондықтан да осындай шаралар көптеп болса, халқымыздың өнері әлі де өркендеп өсе береді. Өзі халық айтады ғой, адамның ғұмырынан өнердің ғұмыры ұзын деп. Сондықтан да өнеріміздің ғұмыры ұзақ болып, елімізбен бірге жасай берсін. Айтыс қорытындысы бойынша қазылар 3 айтыскерді 3-ші орын деп тапты. Ал 2-ші орынға 2 адам ие болса, Қызылордадан келген Салтанат Жаппасбай 1-ші орын деп танылды. Қазалылық Бекзат Серіков болса, бәйге басын қанжығалады. Атамыздың атына берілген айтыс өте жоғары деңгейде өтті. Өзім сезімді сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Енді алғашқы жасақандармен студенттермен қатысып тұрған алғашқы айтысым болғаннан кейін қобалжу болды. Бірақ сонда да барлығы өте жақсы керемет деңгейде өтті. Бір ақынның бағы шапты, бір ақынның бабы шапты. Енді бүгінгі қатысқан ақындардың барлығына шығармашылық табыс тілеймін. Әлі талай додаларға енді түсіп жүрміз. Көптің көзіне көрініп, үлкен буындардың алдына түсіп, халықтың ықыласын алып, енді үлкен айтыстар, республикалық айтыстар ашып жүрміз. Құдай қаласа, енді бұдан да арырақ жоғарылап, дәрежелеп, елдің, жердің, Қазалының атын намысын көтеруге тырысамыз. Рахат Рахымжанов, Ерғанат Асаутаев, Шәкәрім Жұмағұл, Серік ТВ арнасы, Қазалы ауданынан. Бүгінгі келіп түскен ақпараттар легі әзірге тамам. Арнамыздан алыстап, жаңалықтардан қалысқап жүрмеңіз. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар. Осы және өзге де жаңалықтарды әлеуметтік желілерден біле аласыздар. Серік ТВ жаңалықтар әлемде серігіңізге айналсын.